сәлем, тағдырлар арнасының тыңдармандары. Менің каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Мына бір оқиғадан кейін өзге қыз-келіншек тұрмақ өз әйеліме де күдікпен қарайтын болдым. Неге дейсіз ғой? Жағдай былай. Жақында жаздың шіліңгірінде Алматыда сасып жата бермейік деп отбасымды алып Алакөлге тартып кеттім. Онда да көлдің үшарал жағы емес, емдік қасиеті мол, әр жағы, яғни Үржар Мақтанышы Қабанбай жағы. Сайран автобекетінде ол жаққа жүретін автобустарда орын болмаған соң, Барахолкадағы Арлан деген базардан Алакөлге автобус жүреді дегенді естіп, сол жерден отырдық. Сонымен қойшы, қатыным, 3 балам улап-шулап арт жақтан тиген орынға отырып, дестік. Мұны қойшы, біздің көлге баруымыз басқа әңгіме. Автобуста болған мына бір жағдай көңіліме жақпай қалды. Автобус бірден жүріп кетпеді. Жолаушылар жинап біраз тұрып қалды. Жүргенше далаға шығып ауа жұта тұрайын деп автобустың көлеңкесінде тұрғанмын. Айнала қаптаған жұрт. Бір уақытта үріп аузына салғандай сұлу бір келіншек пен бір жігіт автобустың жүргізушісімен сөйлесіп тұр. Байқап тұрмын. Орын сұрап жатқан сияқты. Жүргізуші бар деді. Жігіт жүк салынған сөмкені багажға салды. Келіншек ішке кіріп орнын көріп шықты. Шамасы келіншек жол жүріп бара жатыр. Ал жанындағы жігіт шығарып салушы секілді. Бір уақытта жүргізуші сыртта тұрғандарды ішке кіруге шақырды. Жүреміз деді. Сол-ақ екен, жаңа ғана сөйлесіп тұрған әлгі келіншек пен жігіт құшақтасып сүйісіп кетті. Айналада тұрғандарда елеп жатқан жоқ. Дәл қасында тұрғандықтан ба, сөйлеген сөздері естіліп тұр. Тезірек кел, сағынамын, деп қояды жігіт. Ары кетсе бір апта ауылда боламын. Сен звондап масқарамды шығарып жүрме. Өзім реті келген уақытта хабарласып тұрамын, деді келіншек. Күйеуі мен келіншегі болды ғой, деп ойладым да қойдым. Содан не керек жүріп кеттік. Әлгі келіншекке дәл алдымдағы орындықтан орын тиіпті. Орындық 2 адамдық болғандықтан, жанындағы орынға жасы біразға келіп қалған ұзын бойлы бір ер адам жайғасыпты. Артында мен және әйелім, одан кейін балаларымыз. Сонымен жүріп келеміз. Жол ұзақ. Алматы мен Алакөлдің арасы кем дегенде 1000 шақырым. Талай елді мекен артта қалды. Автобустағы жағдай белгілі ғой. Дәм бұйырып бірге отырып қалған соң, амалсыз жанындағы отырған жолаушымен тіл қатысып сөйлесесің, танысасың дегендей. Әйелім жол соқты болып шаршады ма, ұйықтап кетті. Менің көзім алдымда отырған әлгі әдемі келіншекте. Ол болса жанындағы ер адаммен әп-сәтте тіл табысып, танысып, сөйлесіп кеткен секілді. Екеуі әлденені айтып күліп отырады. Мына еркектің аузының саламы бар екен деп ішімнен қызғанып қойып отырмын. Дәл алдымда отырған соң, екеуі ара әңгіменің кейбір сөздері естіріп қалады. Ұққаным, келіншек Алматыдағы бір шағын кәсіпорында бухгалтер екен. Отбасы ауылда көрінеді. Шамасы, олар бұдан біраз уақыт бұрын кетіп қалған секілді. Ал келіншек бітпей жатқан жұмыстарын бітіріп енді шыққан. Әрине, біреудің сөзін аңдап тыңдап отырған ыңғайсыз, бірақ бәрі көз алдымда болып жатқан соң, құлағымды қалай бітейін, көзімді қалай жұмайын. Ойпырмай, әлгінде шығарып салған жігіт кім болды екен? Сағынамын, тез кел деді. Әй, мына келіншек сау сиырдың бұғы емес-ау. Анау көңілдесі болды ғой онда. Өткені күйеуім мен қызым ауылға ерте кетіп қалған деп отыр ғой. Апырмай, деп бір түрлі болып қалдым. Жолда автобус бір елді мекенге тоқтап, жолаушылар тамақтанып алды. Ары жүріп кеттік. Кеш батып автобус іші қараңғы тартты. Жұрттың көбі ұйықтап кеткен. Менің де көзім ілініп кетіпті. Автобус бір шайқалғанда оянып кеттім. Бірден алдымда отырғандарға қарағанмын. Не көрді дейсіздер ғой. Әлгі әдемі келіншек пен жанындағы бөтен еркек жабысып, сүйісіп отыр. Өз көзіме өзім сенбедім. Әлгінде ғана жанындағы еркекке күйеуім мен қызым күтіп алады деп отырған сияқты еді. Енді мұнысы несі? Алдындағы екеуі еш қымсынбастан ыстық сүйісе бастап отыр. Ана еркектен де жақсы біразға жеткен екен. Отбасы бар, белгілі. Өйткені әлгінде әйеліме әлде баласыма жақсы келе жатырмын, алаңдамаңдар деп есеп беріп жатқан. Жақсы келе жатқаны белгілі, бөтен біреудің әйелін құшақтап өліп өшіп отыр. Ал мына келіншек автобусқа мінерде өзгемен өліп өшіп сүйісті. Енді міне тағы біреуді тауып алып құшағында отыр. Бұл не қылған әйел? Күйеуі бола тұра еркектерге тоймайтын. Мына еркекке жол болсын. Қазір барып
қатынын құшақтап сені сағындым дейді-ау, сүттен-ақ судан таза болып. Неткен жеркенішті. Шыдай алмай жөтеңкіреген болдым. Бірақ құшақтасқан екеуі оны пысқырмады да. Содан түн ортасында автобус Үржар деген елді мекенге тоқтады. Біраз жұрт сол жерде түсіп қалды. Әлгі келіншек те сол жерден түсті. Бізге әлі біраз жүру керек еді. Темекі тартып құрысқан денемді жазайын деп сыртқа шықтым. Әлгі келіншекті күйеуі мен қызы тағы біреулер көлікпен күтіп алып, жүгін салып жатыр екен. Мама, сені қатты сағындым деп тоңбаңдап келіп мойнына асылған 5-6 жастағы келіншек кішкентай қызды көтеріп алған. Мен де сендерді қатты сағындым. Жол бойы ұйықтамай сендерді ойлап отырдым деп қояды. Ай сайқал, неге өтірік айтасың? Балаң мен күйеуіңді сағынған жоқсың. Өзге еркекпен сүйісіп отырдың емес пе? Деп айқай салып, аузынан бір ұрғым келді. Байқатпай видеоға тартып алсамшы, деп өкініп қалдым. Міне, сенің мамаң осылай сағынады деп көрсететін деп бір ойладым. Автобус Алакөлге қарай жүріп кетті, бірақ ойымнан әлгі келіншек кетпеді. Неткен опасыз жүргіш қатын еді. Шындығында қазір осындай тауық махаббат құратын қыздар да, келіншектер де дым көбейіп кетті. Бұл үлкен дертке айналып кетпесіне кім кепіл? Осы оқиғадан кейін қойнымдағы қатыныма да күдікпен қарайтын болдым. Алыс жолға жалғыз жібере қоймаспын. Сіз ше, әйеліңізге сенесіз бе?